Кимешек тігетін Тілек Сұлтан деген кім? Менің атым Тілек Сұлтан. Мен жалпы этнодизайнермін. Қазақстан қолөнершілер одағының мүшесімін. Жалпы қазақтың этнографиялық киімдерін қайтадан қалпына келтіріп, жаңғыртып, сонымен айналысамын. Енді көбінде бізгесте техникасы арқылы жұмыстар жасаймын. Ұлттық киімдер негізгі тақырыбым. Болғанда да қазақтың 18-19 ғасырда киген этнографиялық байырғы киімдері мені қатты қызықтыратын тақырып. Өзім бір шетінен коллекция жинаймын. Көне киімдерден, әшекей моншақтарынан, сол кездегі қазақ әйелдерінің, ер адамдарының киген киімдеріне коллекция жинап, сол этнографиялық бағытта жұмыс жасаймын. Кимешек тігуге қайдан және қалай келді? Енді мен кемпір баққан баламын, өзім әжемнің баласы болғанмын. Кимешекті кішкентайымыздан көріп өстік. Кимешек киген бізге енді әже десе, ана десе, кимешек киген адам көз алдымызға елестейтін болды. Сосын бір 8-9 жасымда әжем қайтты. Әжем қайтқаннан кейін менде бір жүрегімде бір сағыныш қап қойды да. Сол кимешек киген әжеге деген бір сағыныш, кимешек киген адам көрсем көзіме бір оттай басылып, жаңағы Мұқағали Мақатаевтың өлеңіндегі әже сен бірге жүрсің меніменен, өліге мен өзіңді телмігем. Ақ кимешек киген бір кемпір көрсем, ақ кимешек астынан сені көрем. Сондай бір кимешекке деген бір махаббат қалып қойды да жүрегімде. Содан сол әжемнің өзінің қалған ақ кимешегін біз шешеме беріп, сосын шешем сақтап жүрген. Содан кейіннен киім-кешектерді тігіп айналысқан кезде сол ақ кимешектің жоғалып бара жатқаны және кейінгі кездері мына базардағы қырғыздардың кордоннан жасалған сондай кимешектерді біздің әжелердің орынсыз алып кие беруі, наурыздарда жалтырап, түрлі түсті сондай сапасыз этнографиялық жақтан да, сапа жағынан да сын көтермейтін кимешектерді киіп жүргені менің бір шетінен намысыма тиді, бір шетінен баяғы нағыз кимешектерге деген сағыныш, осыны қайтадан жасасам, халқыма өзінің түпнұсқасымен, өз үлгісіменен, сәнімен, салтанатымен қайтарсам деген мақсат, ой маған осы кимешектерді қалпына келтіруге, қайтадан жинап тігуге. Енді білесіздер, кимешек бұл өңірлік, урулық ерекшеліктерге бөлінеді. Ол жерде мен енді тек қана өзіміздің урудікін ғана емес, жалпы қазақтың әр өңірінің, әр өңірдегі аналардың киген кимешегін жинап, соның өлшемін, пішілуін, тігілуін барлығын қалпына келтіріп, сән салтанатымен қайтадан осы халқыма насихаттағым келді. Ұлы жүз руларының кимешектері қандай болған? Мына алдарыңызда тұрған кимешектер, ұлы жүз руларына тән кимешектер. Жалпы бұл кимешектерді қайсы жүз, қайсы руларға тән екенін бұл кимешектің жақ үлгілеріне, кестесіне және мына кимешектің пішілу үлгілеріне қарап айырмалаймыз. Осы Жетісу жері, жалпы мына Жамбыл облысы, ұлы жүздер қоныстанған райондардағы кимешектердің жалпы формасы осындай болып келеді. Енді бұл жерде жақ кестесіне назар аударсақ, егерде жақ кестесі қызыл жасыл кестесі мол, мынандай күміс қалыптармен әшекейленген, маржандар қойылған болса, бұл жас келіншектің кимешегі деген сөз. Бір балалы болғаннан кейін жалпы қазақ әйелдер кимешек кие бастаған. Содан қашан ол келіншек өзі баласы ер жетіп, келін алып келген кезде, келіні қызыл жақ киген кезде, ол әйел жағын мынандай қарапайым кестесі аздау, мынандай әшекейлері аздау, осындай жақтарға алмастыра бастаған. Оны саржақ деп атаған. Қазақтар жалпы мына саржақ қатын деген сөздер әдеби шығармаларда кездеседі. Ол 45-тен 50-ден жоғарғы жас мөлшерін жалпы саржақты кезең деп айтады. Ал жолдасы қайтқаннан кейін жалпы мына жақ кестені толықтай алып, бірыңғай, шымқай, ақ жақты кимешектер киген. Бұл енді кейбір өңірлерде әрқалай, кейбір өңірлерде мысалға жаңағы діннің әсері күшті болған өңірлерде, біздің оңтүстік жақтарда кестені салдыруға шектеу қойған молдалар, кесте, әшекей, мынандай көз тартатын бұйымдар тақпайсыңдар деп, соған бірыңғай, шымқай, ақ түсті матадан тек қана мына жақтың айналасына екше деп аталатын жіңішке таспа тартқан. Мына соңғы кимешекте байқасаңыздар, әнекей, мынау Жамбыл облысының дулаттарының кимешегінің түрі, сол жерде ешқандай әшекейі жоқ, бірақ дегенмен де
Бұл енді қызыл жақты келіншек екенін білдіру үшін қызыл таспадан осындай жағына айналдыра екіше тартылған. Содан кейін ұлы жүз руларының кимешектері жалпы формасы жағынан бір-біріне ұқсас болғанменен үстінен орайтын күндік деп аталатын ақ бөз мата болады. Бұл енді өлшемі 7-8 метрден бастап 26 метрге дейін, кең өңірлерде тіпті 40 метрге дейін орайды екен. Жалпы бұның ортақ өлшемі 26 метр. Ол 26 метр болатын себебі, бұл дегеніміз жалпы әйел адамның кебіні 26 метр өлшемде болады. Күндікті орау себебі, енді біз көшпенді халықтар болдық қой өз кезінде. Базар, жәрменке дегендер бізге шамалы алыстау болды. Қазақтар осы кең байтақ далада көшіп қонып осы өмір сүрді. Сол кездерде аяқ астынан бір азаматтар жарадар болып қалуы мүмкін. Аттан жығылып, қандай бір себептермен. Сонда бұны жараны таңатын бинт ретінде қолданған. Әйелдер босанып жатса, баланы орап алатын жөргек ретінде қолданған. Егерде жазатайым бір енді қандай бір себеппен қаза болып жатқан жағдайда бұны кебін ретінде қолданған екен. Сол үшін осы әйелдер осындай күндікті басына орап отырған. Оны орағанда да жайдан жай орамай, әр өңір өзінің рулық ерекшелігіне қарай бір орау формасын қалыптастырған. Енді өкінішке орай бүгінге дейін соның барлығы жеткен жоқ. Біз тек 2-3 түрін ғана қайтадан қалпына келтіріп, халыққа насихаттап жүрміз. Соның бірі мінекей дулаттардың күндігі, бұл Әулиеата өңіріне тән. Бұл көне суреттерден көріп, біз соған ұқсатып қалпына келтірдік. Бұрынғы кезіндегі шетелдік саяхатшылардың осы қазақ даласына келіп түсірген суреттері бар. Сол жерлерде ат үстінде тұрған әженің Әулиеата уезі деп жазылған жазумен біз топшылап, енді ол жерлерде бүгінгі күнде дулат рулар өмір сүреді. Солай осыны қалпына келтірдік. Енді албан руларының кимешектерінде жалпы мынандай төбелдіріктеріне дейін түгелдей маржандап, моншақтап солай киеді. Енді мына кимешектің сыртынан бір байлам орамал тартқан түрлерін қарапайым өмірде, сосын бөртпе салменен жүрген бұндай суреттер, көне видеолар бізге дейін келіп жеткен. Біз соған қарап, осылардың қайтадан түпнұсқадан көшірмесін жасап жүрміз. Енді ою өрнектері, негізінен енді Жетісу өңірінің ою өрнектері бұл гүлді, өсімдікті, мынандай өсімдік растительный деп айтады ғой, енді өсімдік өрнектері болады. Байқасаңыздар көбінде мінекей гүлдер, бір сондай өсімдік өрнектер. Ал енді орта жүз руларында болса, осы жерлерінде көбінде қошқар мүйіз өрнектері болып кездеседі. Енді оғанда тоқталамыз өзгеше. Негізінен өсімдік оюларын, сосын бұрында мынандай зергестеменен енді зер жіптерменен тіккен болса, бұл зергесте дегеніміз алтыннан кәдімгідей жіп шығарған бұрында зергерлер. Соны мақта жіппенен орап, осындай зер жіп шығарып, сол зер жіппенен кестелейтін болған жағын, оны оқалап кестелеу деп атаған, және жібек жіппен баспа техникасымен кестелеген. Ал кейіннен бізге мынандай канва кесте келген, айқыш деп айтады бұны қазақтар. Енді кейін дегеннің өзінде бұл бізге 19 ғасырда келген, жалпы бізге канва кесте. Содан кейінгі кимешектерді осындай канвалап кестелеген түрлерде өте көп кездеседі. Мына кимешек, мысалға өткен ғасырдың кимешегі, бұл жерде байқасаңыздар, канвамен кестеленген. Бұның енді ерекше енді қиын кесте болған ғой. Мына бөз матаның әр 3 көзін санап отырып кестелеген бұл жерде. Әр 3 точкадан біріліп отырып, енді майдалығы сұмдық, енді көз жетпейді. Ал анау енді менің қалпына келтірген кимешегім, бұл енді мына канва матаның ең кіші миллиметровка деп айтады екен, енді ең кіші размеріменен кестелеген. Сонда мен енді ең кіші размермен кестелеген шығармын десем, мынандай көне кимешек келіп тұр ғой алдыма, одан тағы жарым есе кимешек кіші размерде болыпшы. Сондай. Бұлар енді ұзақ уақыт алатын, көздің нұрын жейтін еңбек. Мына кимешектің жақ кестесін көбінде кішкентай жас қыздарға кестелеткен, өйткені көзі жақсы көреді деп. Сондай майда, жіңішке, нәзік, ең мынандай аяулы кестелерді осы кимешектің жағына салатын болған. Кимешек тігумен жинау қиын шаруа ма? Қиыншылық деген бұл енді жаңағы маржанды құмның арасына шашып жіберіп, соны бірден теріп ал дегендей қиыншылық десем болады. Өйткені бізге дейін жеткен жоқ кимешек. Біз өте кеш қимылдадық.
өте кеш қимылдады. Бізде 60-шы жылдары, 70-шы жылдары егерде бір адам қолға алып, сол кимешекті кәдімгідей документальный фильм түсіріп, әжелерді жинап отырып, әр өңірдікін бір кітап қылып, альбом қылып шығарып қалтырғанда, біз дәл қазіргідей қиындық көрмес едік. Біз де кимешек киген әжелердің соңғы буындар 90-шы жылдарда дүниеден өтіп кетті. Одан кейін ары қарай мүлде басқа ұрпақ, жаңа буын, жаңа өмір келді де, кимешектерді біз жоғалтып алдық, шындығында жоғалтып алдық. Қазір енді кимешектерді көбінде мына қалын бұзбай сақтап киіп жүрген Монғолия, Қытай жеріндегі қазақтар, солардыкін енді түпнұсқа бойынша оңай тауып алуға болады. Ал енді Қазақстанның Ұлан-Байтақ жеріндегі ұрғылардың кимешегін қалпына келтіру бұл өте қиын. Тарихи суреттерден қарап таң қаласың, енді қандай ғажап кимешектер, күндіктер болған, қандай сән-салтанат болған, соны бүгінгі күнде сұрасаң, іздесең таппайсың. Өйткені білетін адамдар қалған жоқ. Соны сол көне суреттерге қарап, ұқсатып, солай әрекет жасаймыз жалпы. Енді оны білетін адамдар шындығында өте аз, өте кем. Әр рудың кимешегі неге әр түрлі? Ол айырмашылығы, бұл тек қана кимешек емес, жалпы этнографиялық киімдерде бұл өңірлік, рулық айқын белгілер болады. Бұрынғы кезде адамдар, енді қазір болса құжаттарымыз бар ғой, енді баяғы адамдардың құжаты сол киімі деуге болады да. Мысалға Мұхтар Әуезовтің Абай жолында әдемі суреттеледі, сонда келе жатқан ер кісілерді қарап, бұлар тобықтылар ма, жоқ басқа наймандар ма, керейлер ма деп, сыртқы тымағына, таққан белдігіне қарап, соның қай рудың азаматтары екенін, келіншектердің кимешегіне қарап, тақиясына қарап, қай рудың қыздары келіншектер екенін қазақтардың сол кезде білгені, сол шығармада анық суреттеледі. Ол өзі біздің этнографиямыз бұл бөліну емес. Біздің этнографиямыз сол арқылы байиды. Қазақтың Ұлан-Байтақ даласында бір шетінен бір шетіне енді ұшқан құстың қанаты талады да, жетпейді да. Енді осындай байтақ территорияда климат, жағрапия әр басқа. Мысалға, Таулы Алтайдың суығында киген киімді оңтүстіктің ыстығында кие алмайсыз. Солай бұл әр өңірде өзіндік ерекшелік қалыптасады киімдерден. Тоннан, шапаннан, бір өңірлерде жібектен, жеңіл маталардан кисе, бір өңірлерде жылы аң терілерінен киеді. Ол тұрған өңірдің жағрапиялық ерекшелігіне, содан кейін матаның, материалдың қолжетімділігіне, мысалы асыл тастар, әшекейлер, олар жібек жолдары, керуендер өтетін тұстардан болмаса, көп жерлерге қолжетімсіз болған. Шынайы сатып алам десең де, ол табылмайтын болғанда. Ал енді сондай кейбір өңірлерге сондай заттар қолжетімді болды, кей өңірлерге қолжетімсіз болды. Солай біздің бай этнографиямыз қалыптасты. Әр өңір өзінің мүмкіншілігіне қарай, өзінің киім үлгісін, өзінің ықшам қылып, өзіне жайлы қылып, мысалы суық жерде жылы қылып, ал ыстық жерлерде салқын болатын қылдырып, сондай өздерінің ұлттық киімдерін қалыптастырды. Кимешек те солай. Мысалы, кимешектің де қарап тұрсаңыз, біріншіден бұл кимешектің тігілуі, пішілуі деп айтамыз, орысша крой деп айтады. Кройына қарап, біз оның қай өңірдік екенін, қай рулардікін, орта жүздердік ма, ұлы жүздердік ма, соған қарап білеміз. Оның ішінен майда деталдары, жақ кестелерінен кейінгі сырулары, сол сыру екі қатар сыру салынып тұр ма, жалаң сыру салынып тұр ма, соның өзі бір кішкентай мән мағыналарға ие болған. Мысалға, қос сыру салса жолдасы бар, жалаң сыру болса жолдасы қайтқан деген сияқты. Әрбір сыруына қарап, мына таңдай кесте дейді, таңдайының санына қарап, бұрынғы адамдар сол әйелдің ұруын, шыққан тегін, қоғамдық статусын, социалдық жағдайын бәрін айырмасын біліп отыратын болған. Ал бізге дейін өкініштісі сол толық жеткен жоқ, өзінің мән мағынасымен, сән салтанатымен бізге жеткен жоқ та. Оның барлығын оны терең зерттеу керек, терең зерделеу керек. Бұл енді кәдімгі өзінше бір үлкен еңбек, үлкен сала. Орта жүз руларының кимешектері қандай болған? Ал енді мына орта жүз руларының кимешегіне тоқталайық. Жалпы орта жүз руларында бұл кимешек және шлауш деп айтады. Ішкі жағынан киетін бөлігін кимешек, ал сыртынан тартатын бөлігін шлауш деп атайды. Енді кей өңірлерде шлаушты зере жаулық деп айтып жатады, жаулық деп айтып жатады.
Бұл енді мына орта жүздегі Керей, Найман, Арғын, Уақ деген руларға жалпы тән. Енді орта жүздің кей рулары, мысалға Қоңырат руы, оңтүстікте ұлы жүздерменен қатар өмір сүріп тұрғандықтан, олардың кимешек үлгісінде жалпы мына ұлы жүздерге көбірек ұқсап кетеді. Бірақ енді қайткен күнде де орта жүз руларының мына ішкі жақ кестесі, сыруы, мына пішілуі, формалары негізінен бір-біріне жақын. Тек мына үстіндегі шылауыш тартуынан, сосын жақ кестесіне салынатын өрнектеріне қарап, бұның қай рудың келін екенін айырмалап біліп жатады. Мына жерде бірінші тұрған кимешек, бұл мына керейлердің кимешегі, мынандай сыруы көп болады. Жалпы керейлерде де жаңағындай, егерде қызыл кестелі, сондай кестесі мол, сыруы мол, мына сыру жібі қызылдан болған болса, бұл жас келіндікі деп. Сосын мінекей оң жағына мынандай әшекейлеп үкі тағады. Бұл үкі деген тіл көзден сақтасын, келінді суықтан сақтасын деген мағынада. Содан кейінгі тұрған бұл Қызай руының кимешегі. Қызайлар енді орта жүз Найман, Найманнан Матай болып таралады. Қазір Іле Қазақ автономия облысының сол 9 ауданын алып жатқан жалпы Қызай руы түгелдей осындай кимешек киеді. Бұл жерде байқасаңыздар, мінекей кестесі мол, өсімдік өрнектерін салған, өте сәнді. Бұл енді мына Жетісу жері, Іле жері, өте енді жер жаннаты табиғатына да байланысты да. Сондай гүл өсімдік өрнектерді түс кигіздеріне болсын, киім кешектеріне болсын, өте кеңінен молынан пайдаланады. Енді қызайлар өздері айтып жатады, бұл Қызай анадан қалған үлгі деп. Жалпы мына үлгі деген нәрсені қыз таратады ғой. Ұлы жүз Бәйдібек бидің қызы Нүрил анамыздан туады, Қызай анамыз деп шежірелер солай тарқатады. Сол орта жүзде Найманның жігітіне тұрмысқа шығып барған, және осы мына кестенің үлгісін сол кісі өзіменен алып келген дегенде аңыз бар. Енді орта жүз руларының басқаларынан айырмаланып, Қызайдың кимешегі өте кестелі, әшекейлі болып келеді. Сосын мына төбесіне тағатын бұны шарбақ түйреуіш деп айтады, шекелік түйреуіш деп айтады. Осындай әсем жасалады. Одан кейін де керейлердің кимешегі бұл жерде де. Бұл енді мына орта жастар әйелдің кимешегі. Мына кимешекпен салыстырғанда байқасаңыздар, сыруын сарменен сырыған және әшекейін шамалы азайтқан. Олдағы жаңағы басқа ұлы жүз руларына ұқсайды ол жағынан. Әшекейін жасы ұлғайған сайын әшекейін азайтып басып отырады. Тіптен жолдасы айтқаннан кейін мүлде әшекейсіз тек сырумен ғана киюі мүмкін. Енді ондай кимешектерде жалпы көп кездеседі. Өйткені біз көбінде жолдасы қайтқан қарт әжелердің кимешегін көріп өстік қой өзіміз. Мынандай әшекейі аз, негізінен ақ жақты кимешектерді көрдік. Енді соңғы тұрған кимешек бұл орта жүз Найман руынікі. Жалпы бұл мына Талдықорған жақтікі. Талдықорғанда Үшарал жақтың наймандарынан алғанмын. Ол жерде байқап тұрсаңыздар, сыруы жоқ негізінен, тек зер жіппенен ғана кестелеген жағын. Сосын мына жақтың формасына қарасаңыздар, жаңағы ұлы жүз руларында 4 бұрыш формалы, мына жағы қысқа қайырылады, шығыс етек жағы. Ал орта жүздерде төмен көкірек тұсына қарай ұзынырақ түсіреді жақ кестесін. Содан кейін барлығы байқап тұрсаңыздар, күндік орау көп кездеспейді. Негізінен осындай жаулықпен, шылауышпен жүретін болған. Жалпы мына кимешектердің жаңа пішілуі, тігілуі дейміз ғой. Сонда мына орта жүз руларының кимешек тігілуі, кройы, пішілуі өте күрделі да. Мына қарасаңыздар, қанша бөлектен тұрады. Бұл ұлы жүздердікі, мына төбелдіріктерін қараңыз мінекей. Өте күрделі қылып шығарады. Ал енді орта жүз руларында осы мына кимешектің төбелдірігін шығару өте қарапайым. Негізінен мынандай бір сайы, кимешектің суы деп қояды мынаны. Сондай бір неменен шығарады, мынандай маңдайша көбінде салына бермейді. Бұны енді сыртынан ана шылауышпенен жабылады да маңдай жағы. Маңдай түсі, сол үшін маңдайша төбелдірігін шығармайды. Ал төбелдірік деп мына шылауыштың үстінен бөлек дөңгелек кесте тігіп, шетін шашақтап, оны бөлек төбелдірік деп шылауыштың үстінен қондырады. Сондай бұл кимешектің мына пішілуіне, тігілуіне қарап та бұның қай рудікі, қай өңірдікі екенін солай айырмалай аламыз. Мына жердегі тұрған мінекей бұл негізінен ақ жақты кимешек. Мына сыруы аз, бұл енді біздің әжеміздің жолдасы қайтқан, қартайған кезде киген кимешегі. Мына кимешектермен салыстырғанда мінекей әлдеқайда қарапайым.
Кимешекти тек апалар мен әжелер кийген бе? Көп адамдар қазір кімнен сұрасаң да айтады, мен әжем киген кимешекті, мен әжемнен көргем. Сол енді бізге бір қате түсінікті қалыптастырды, кимешекті тек қана әжелер киген. Оны тіпті кейбір этнографтарымыз да бүлк етпей айтып жүр. Кимешекті пайғамбар жасынан 60-тан өткеннен кейін барып киеді екен деп. Ол қате түсінік. Кимешекті қазақ әйелдері бірінші баласын босанғаннан кейіннен бастап киген. Бұл кимешек кию, бұл ана атанды деген статус қазақтардағы. Ол қай өңірде болса да сондай болған. Кимешекті бірінші баласын босанғаннан кейін жаңағы ауылдағы абысындарын, әйелдерді түгел шақырып, кішігірім бір отбасылық бір той беріп, сосын сол ауылдағы жасы үлкен, бала шағасы көп, өсіп өнген, жаңағы жолдасы бар, қаралы әйел емес, сондай бір ананы кимешек кигізген ырымдап, сондай бай бардан болсын, өсіп өнсін, көбейсін деп, сондай жақсы ниетпенен. Енді бүгінгі күні жаулық салған кезде де қазақта осы ырым бар негізі. Қазірде келінге бірінші жаулығын салған кезде сондай жаңағындай бәйбішелерді әкеп салдырып жатады. Сол көне жаңа кимешек кигізуден қалған дәстүр. Енді бұл түсінік бізге қалай қалыптасты жаңағы әжелер кимешек киген деген. Кеңестер одағы орнағаннан кейін Кеңестік одақтың бірінші жалпы миссиясы, мақсаты бұл әйелдерді де ер адамдармен тең қатар жұмысқа шығару. Жаппай қазақ әйелдер қара жұмысқа шықты. Қазіргі осы мына даладағы тоғандар болсын, тың жерлерді игерді. Соның барлығында әжелеріңіз атсалысты. Осы арықтарды қазды, тіптен әйелдер комбайн тракторға дейін айдап шығып кетті. Бұрынғы кезде қазақ әйелі қашан ондай жұмыспен айналысушы еді. Қазақ әйелдері негізінен ауыр жұмыстарды жасатпаған. қазақ әйелге күрек ұстатып, қырманға шығарып, егістікте жер айдатты деген ол бұрынғы біздің әдебиетімізде болсын, қай жағынан болсын кездеспейді. Қазақ әйелі негізінен осы отбасы ошаққасы дейді ғой, соның маңайындағы ғана жұмыстарға айналысқан. Ондай әйелдер мысалға жылқы бағып, отарға шығып дегенде өте аз кездеседі. Көбінен негізінен ауыр дене еңбектер араласатын жұмыстар ер адамдар өз атқарып, негізінен жеңіл жұмыстарға ғана әйелдерді атсалыстырған. Ондай жаңағы атыз басындағы ауыр жұмыстарға әйелдерді шығарған емес. Енді кеңестік одақ бұл әйелдерді жаппай қара жұмысқа тартты. Ол шындық, ол анық. Жаңағындай қолдан геройларды жасады, адамдарды соған қызықтырды. Жаңа 600 қойдан 1000 бас төл ал деген әңгімелер шықты сол кездердегі. Содан әйелдердің жаңа кимешекпен, күндікпен, сән салтанатпен жүрген әйелдер оны қайдан істесін? Сосын бірінші ол халықтың сән салтанатынан айырып, рухани оны басып тастау керек болды. Ол тек қана қазақтарға емес, қазақтар, қырғыздар, тәжіктер, өзбектер. Мысалы, өзбек, тәжіктің әйелдері де жаңағы қара шапанын, паранжаларын жауып, солай жүрді ғой. Соларды да мысалға біздің ондай бір кино да бар, қайсы бір кинода бәрін жинап бір жерге паранжаларын өртететін. Сондай біздің даналарымызға сол тарих келген. Барлық әйелдерді жинайды қызыл белсенділер, кимешектеріңді, күндіктеріңді осы жерде отқа жағамыз, бұл көненің көзі, бұдан былай қалады. Бәрің мынандай бір-бір байлам шыт тартып, түгел қара жұмысқа шығасыңдар атысқа деп. Солай жас келіншектердің барлығы бір-бір байлам шытын тартып, қазіргі мына жаулық бізге жеткен шыт әйелдердің жай шыт тартуы сол мезгілден басталды. Оған дейін әйелдер жаңа кимешек киетін, көлемді орамалдарды, шәлілер салатын. Содан үйдегі жаңағы жұмысқа жарамсыз әжелеріміз ғана кимешекпен қалды ғой. Олар қатты қарсылық көрсетті, кимешегін шешпеді. Сосын ол қартайған кісілерменен халықтың наразылығынан, ызасынан қорқып, қызыл белсенділер оған қатты келмеді әжелерге. Соныменен біз жаңағы кимешек киген әжелерді ғана көріп қалдық. Ал енді жұмыстағы, атыздағы жаңағы жас келіншектер, әйелдер ол кимешегінен айырылды. Солай бізге қате түсінік қалыптасты, кимешекті тек әжелер киеді деген. Кіші жүз руларының кимешектері қандай болған? Енді жалпы кіші жүз руларының кимешегіне тоқталатын болсақ, жалпы кіші жүз руларында кимешекті көбінесе жаулық деп атайды. Жалпы мына суреттеген кезде де жаулығы қарағайдай, сондай деп көлемді жаулық ораған әйелдерді солай суреттеп айтып жатады. Енді көптеген кіші жүз руларында
қызды ұзатып шығаратын кезде қызыл жаулық, соны сәукеле кигізеді ғой енді. Сәукеле, содан кейін барған жерінде бірінші қызыл жаулық тартылған дейді. Одан келін болып түскеннен кейін қызыл жаулығын ақ жаулыққа алмастырды деп жатады да. Ақ жаулық бұл тұрмысқа шыққан әйел болғанының белгісі деп суреттеп жатады. Енді кіші жүздердің де отырақтасқан өңірлері өте кең. Батысымыздағы 4 облысты алып жатыр. Сол үшін этнографиясы да әбден бай. Әр аймақта әртүрлі. Оны енді жақсылап сол жеріне барып, оны толықтай зерттеп, зерделеп, содан кейін барып былай бір шешім шығаруымыз керекпіз да. Енді қазір мен әзірше өзімнің қолымда бар, қалпына келтірдім деген осы бір кимешектің 2 түрін көрсетіп тұрмын. Біріншісі бұл сулама кимешек деп аталады. Бұл мына Сырдариясының төмен қағысы, Арал маңы және Жезқазған өңірінің қазақтары киген екен кезінде. Бұл өзі аты айтып тұрғандай сулама кимешек, сулама құз деген сөз бар ғой. Сондай биіктігіне, көлемділігіне қарап сулама кимешек деп аталған. Енді оны былай да айтып жатады, жалпы мына келіншек болып ұзатылғандағы сәукелесі, сол сәукеленің формасын сақтап, солай ары қарай алып қалған деп айтылады. Енді көбінде мынандай көлемді матаны айналдыра орап, ішкі жағынан кигізден сырып, сондай қалып қойған. Сосын сыртынан сол оралған маталарды мынандай оқаменен, зер таспаменен бастырып, анау құлап түсіп қалмас үшін солай тігіп, ішкі жағынан, бірақ кимешек секілді тұйық емес, орамалды тартып, жағы ашық, айқастыра арт жағынан байлап, үстінен барып, сол сулама кимешегін қондырып киген екен. Бұл енді Жезқазған өңіріне дейін таралатын себебі, бұрында жайлаулары бір болған ғой. Осы мына далаларда көшіп қонып, бір-біріменен қыз алыс беріс болып, солай бұл сулама кимешек сол 2 өңірде жалпы кездеседі. Ол да енді бізге дейін жетіп келген жоқ. Көбінде тарихи суреттерге, соларға қарап негізделе отырып, этнографиялық кітаптерге қарап, сосын соңғы мына кеңестік одақтар алғаш орнаған кезде түсірілген 1-2 фильм бар, сол жерлерде осы сулама кимешек киген апалар видеоларға түсіп қалғанда жақсы көрініс болады. Соларға қарап, осы сулама кимешекті қалпына келтірдік. Бұл жерде енді мынау қолданғанымыз жібек орамалдар, және бұл оқа, зерлі оқа таспа, бұл да бір көне кжк-ден шешіп алғанбыз. Бұл да 100 жылдан асқан зер таспа. Одан кейінгі адай руының жаулығы, кимешегі деп айтсақ болады. Енді өздерінде жаулық деп айтады, бізде кимешек. Бұл термелі деп аталатын бір мата болған, сол батыс өңірде қолменен тоқылған. Ол енді негізі мына Хиуа жақын ғой батысқа. Сол Хиуа жақта мата өндірісі болған екен, өзбектердің өздерінде. Сондай ұзын 6-7 метр қызыл белдік тоқыған екен. Ол енді қарақалпақтарда оны орамал қылып тартса, біздің енді кіші жүз рулары, адайлар оны белгі орайтын белдік қылып, қызыл белдік қылып таққан екен да. Мен оны Хиуаға барғанда көрдім. Тура сол белдіктерді, сол негізі өндірілген жері Хиуа екен. Жібектен тоқылған. Оны бір жерлерде басқа орамал қылып тартса, бізде белдік қылып тартқан екен да. Ал енді жаңа термелі деген ақ матаны қалың келеді, мінекей. Осыны бастарына орамал қылып ораған. Оны кимешек сияқты тұйық қылып, бітеу қылып тіккен емес, жалпы формасын шығарып, сол толықтай 12 құлаш матаны 12 құлаш деп естідім мен өздерінен. Солай орап алған. Одан кейінгенді жаулықтың мынандай ілмелі жаулық деген түрі өте көп кездеседі екен. Жалпы батыстың сол Маңғыстау өңірінде, Түркменстан қазақтарында, Ирандағы адайлардан, бұны мен енді Түркменстаннан келген қазақтардан сатып алдым. Көне ілмелі жаулық, сол термелі деген матаға кестеленген. Байқасаңыздар, мына оюлары қошқар мүйізіне өсімдік емес, мынандай ромбик түрінде, үшбұрыш түрінде, енді бізде аратыс деп айтады, мынандай ирек-ирек болған оюды. Сондай оюлар салған, жібек жіптен, өңдері ашық, сосын мына жаулық тартысы дағы басқа өңірлерден шамалы айырмаланады. Мына жерде маңдайын биік жалпақ қайырады, сол жерге кейіндер енді газет, қағаздарды қойған екен, бұрында да киізді сырып қойған дейді. Сондай маңдайын биік қылып, шекелеріне қарай сондай шекірейтіп тартқан біздің әжелеріміз деп суреттейді да. Шекірейтіп тарту деген сол маңдайға қарай биік қылып, көлемді қылып, сондай қылып байлаған екен. Енді ілмелі жаулықтың мен өзім 2 түрін көрдім. Біреуі осы түрі болса, тағы бір түрі мына Ирандағы адайларда, оларда ою өрнектері шамалы басқашалау.
жалпы формасы келеді, бірақ оюлары шамалы мына Маңғыстаудың, Түркменстан жеріндегі адайлардың өрнектеріне қарағанда шамалы өзгешелеу болып келеді екен. Енді бұл кіші жүз руларының кимешектерін әлі де зерттеу керек. Тек қана кіші жүзде емес, ұлы жүздің де, орта жүздің өкінішке орай бізге дейін барлығы таза өз қалыбымен жеткен жоқ. Көп нәрселер өзгеріске де ұшырады, көп ұмытылып қалды. Енді тарихи фотосуреттерде қарасаңыз, қаншама керемет үлгілер болған болса, соның барлығы бізге дейін жеткен жоқ. Кимешек діни киім бе, әлде ұлттық киім бе? Енді бұл туралы екі пікір бар кимешектің. Бір пікірде бізге дінменен бірге кимешек келді. Жалпы бұл шариғаттың заңдары бойынша көкірек жабылсын, шаш жабылсын деген сондай негіздерде бізге келді деген бір түсінік бар. Және бір неде мына көне миниатюра суреттер бар, иә. Бұрынғы жаңа Бабырнама дейді, Шахнама дейді, сол кітаптарда сонда қазақ халықтарын, жалпы осы көшпенді халықтар суреттегенде әсіресе мысалы Шыңғыс ханның әйелдері бөрте, мысалы бөрте қоңырат қызы ғой. Сонда бөртені салған бір миниатюрада бөртенің басында кимешек сияқты бас киім болады сонда. Ақтан кең мол, алдынан бүйтіп оралып түскен сондай миниатюрада түсіреді. Соған қарағанда кимешектің тарихы бұл ислам діні келгенге дейін одан әріде жатқан сияқты. Өйткені көп мына шығыс жазбаларында суреттегенде бұлар сәлде сияқты бастарына, қазіргі мына арабтардың сәлдесі бар ғой, сол секілді маталарды сондай айналдырып орап жүреді деген сондай суреттеулер кездеседі. Соған қарағанда негізі біз ислам діні бізге келгенге дейін ақ біздің аналарымыз басын ашып жүрмегені ол шындық. Жалпы бастарын жабық ұстаған, біздің мына жағрапиялық климатымызда соған мәжбүрлеген халықты, өйткені бастан суық өтуі мүмкін, жазда ыстық өтуі мүмкін. Сол үшін біздің ата-бабаларымыз жалпы мына басты, денені жабық ұстауды бұл ислам діні келгенге дейін ақ білген. Кимешектің ерекшелігі неде? Енді кимешектің ерекшелігі бұл әйелдің мына құлағын, көкірегін бәрін жылы ұстайды. Өз кимешекті байқасаңыз, мына жағы қалыңдау қойылып, өңір жақтары түгел сырылады. Ол деген мына көші-қонда ат үстінде әйелдің құлағынан суық өткізбейді, мына көкірегінен суық өткізбейді. Бала емізетін әйелдер болса, кимешектің бүйтіп астынан ақ отырғызып баласын емізе береді, көкірегі көрінбейді мысалы. Енді бұрында киіз үйде бәріміз ортақ өмір сүрдік қой, енді бала жыласа, оны көтеріп далаға шығып кетпейді ғой. Сол жерде кимешегінің астынан емізе береді да. Сосын гигиеналық тазалық, мысалға мына шаш көрінбейді, тіптен артқы жағы шашын бұрымын бөріп бос тастағанда кимешектің артқы шалғайы шашты толықтай жауып тұрады. Мына екі иықты жауып тұрады, өңір жақтары бәрі. Бұның барлығы мына әйелдің денесін жылы ұстауына және жаңағындай қазан аяққа ас суға шаш түсіп кетпеуіне, қайызғақ түсіп кетпеуіне бұл тазалық болғанда. Содан кейін мына ораған күндіктерде, мысалы көбінде оңтүстік өңірлерде, ыстық өңірлерде күндік бұл күнді өткізбейді, төбеден аты да айтып тұр, мына маңдайды күннен қалқалайды. Содан кейін мына екше деген бөлігі болады кимешектің, мына шығыс жағын жауып тұратын. Соны әдейі бір 2-3 қабат қылып сырып отырып мына жерге салады. Бұл есесіне мына әйел адамның әукесінің түсіп кетуінен сақтайды кимешек. Бұрынғы әжелерімізде мынандай, қазір мысалы әйелдерде проблема ғой, бір 50-ден өткен соң әукесі түсіп кетіп, массажға барып жағаласып жатады. Бұрынғы кездерде ондай әуке түспеген. Өйткені ана шығыс үнемі көтеріп тұрады әукесін әйелдердің. Қожа, төре мен төлеңгіттер кимешек киген бе? Ал енді мына этнографиялық киімдерді де қалпына келтіріп жүрмін деп жаңа айтып кеттім. Бұл коллекциям жалпы осы жазда Вашингтонға барып келді, қазақтың ұлттық киімдері бойынша. Сол жерде бір үлкен музей бар екен. Бұл жерден де жалпы әлемдік нелер ғой, музейлер ғой, соның Орта Азия халықтарына арналған бөлімі бойынша. Бұл жерде тұрған бұл камзол Қостанайдың музейінде тұр. Сол музейде тұрған осы камзолға қарап, мен енді осы камзолды тіксем, қалпына келтірсем деп көп жыл армандадым. Осы үстінде тұрған күміс әшекейлердің өзі бір 10 жылға жақын жинадым осы камзолды қалпына келтіру үшін. Бұл жерде барлығы мінекей күміс нелер,
бұрынғы Николайдың тиындары, кейінгі мына Иранның тиындары бүкіл енді әр жерден. Сосын мына түйме бурама моншақ дейді, түйме моншақ дейді, сосын тана моншақ дейді. Осы моншақтардың барлығының түр-түрі. Бұл енді қазақ қызы жалпы бір 5-6 жасқа келіп, жаңағыдай ес біліп, топырақ ойнамайтын бола бастаған кезде, жаңағы ауылдағы әйелдер болып жиналып, шашын бірінші өріп, кішігірім бір той беріп, құлағын тесіп, сырға салып, осындай қызыл әдемі кәжекей кигізеді екен да. Кәжекей кигізіп, сол кәжекейіне апалары тиын теңгелерді, күміс теңгелерді тағып береді екен. Ол бір шетінен мынандай тіл көзден сақтасын дегенде бір мағынасы бар да, тиын теңгелерді тағу. Сосын тағы бір жағынан бұл отбасылық банк деп айтуға болады. Бұрында мына күміс теңгелерді әшекей қылып тағып ап, керек кезінде шешіп ап қолданып, кейін қайтадан орнына толықтап тігіп отыра берген екен да. Сондай. Сосын бағалы тастар мына жерде мыналар ақықтар мысалға. Содан мына жерде тағы бір назар аударсаңыздар, мынау бұрынғы тазалық құралдары. Күмістен жасалған құлақ шұқитын, тіс шұқитын және иіс май салатын, сондай иіс шығарып тұратын. Осыларды да өзіне осы камзолдарына тағып, әшекей ретінде, шашбау ретінде қолданып осылай қолданып жүрген де. Содан кейін мына жерден бұлар түймелер деп айтады, бірақ ол ауыспалы түрде да кәдімгі түйме ретінде қолданбайды. Әшекей ретінде осындай бурама моншақ, мысалы ақық тасты қазақ тіл көзден сақтайды деп ақықты өте жақсы көрген. Әшекейлеріне ақықты көз қылып көп қоятын болған. Мына жерде мына қапсырмаларына мысалға назар аударсаңыздар, мінекей күн белгісі, крест күн белгісі деп айтады бұда біз. Бұл күні түркі заманынан бері бізде келе жатқан. Сондай нелерді қойған. Сосын мына оқалар, алтын жіптен жасалған оқалар мінекей. Осы оқаның өзін қазір табу қиын, өйткені алтыннан зер шығарып, осыны оқа тоқитын шеберлер қалған жоқ қазіргі кезде. Бұл көне жаңағы түскүйгіз киімдерден шешіп алған не бойынша осылай қалпына келтіргенбіз. Енді мына жерде тұрған әшекей бұл үкаяқ. Үкаяқтың көне түрін табу өте қиын болды. Сосын бұны көне нұсқадан жаңғыртып жасаттық. Мына Дулат деген, Дулат Ашимов деген мықты шебер зергер жігіт бар. Сол бұрынғы көне нұсқадан дәлме-дәл осындай үкаяқты жасады. Бұл үкаяқтағы ненің жаңағы үкіні қазақ өзі қастерлі санаған ғой. Оның жаңағы қауырсындарын тақияға, бас киімге тақса, осындай тұяғынан неден бәле жаладан, жын-жыбырдан сақтайды деп осындай әшекей жасап, бұны қолданатын болған. Үкінің тұяғын бесіктің де басын іліп қояды. Ал енді басында бас киім, бұл қасаба деп аталады. Қасабаны өз заманында қазақтың сәнқой, бай, бардам жердің әйелдері киген. Бұл енді кимешек кимей, желек жамылмай, сондай жалпы арт жағымнадай шашын жауып тұрады, маңдайы. Сондай бұл бір қазақтың бір сәнқой әйелдерінің, енді сол замандағы төре тұқымдары, сондай билік иелерінің әйелдері киген шығар деп ойлаймын. Енді өте бір нелер, сәнді бас киім бұл қасаба. Мына жерде оқалар, зерлер, мынаның барлығы зерлі шашақтар. Осының өзі әр жерден деталдарын әр жерден жинап жүріп, зорға қосып, осы толық бір қазақ әйелінің бай бардам образын жасап шыққанмын. Бұл камзолда 5 килограммға жақын көне күмістер бар. Кимешекті тек тоқалдар киген бе? Енді бұл мен де соны көп естіп жүрмін. Көп адамдар айтады, енді қызық қой, бұл жалпы адам өзінің түп тамырынан алыстаған сайын осындай күмәнді, мынандай тұман басып тұрған секілді, сондай бір екіұдай пікірлер көбейе береді екен өзі. Мына бәйбіше тоқалдың кимешегі былай болған, ананы қандай болған, бұл енді жаңсақ пікір. Бұл бір рудың келіні қыз келіншегі болса, бір ауылда барлығының кимешегі бірдей болады негізінен. Бұл тек сол жаңағы жас өлшеміне қарай, жастар қызыл жақты, орта буын сары жақты, қарттар мысалға ақ жақты болғаны болмаса, жалпы оның формасы, күндігінің оралуы бірыңғай болады. Ол сен бәйбіше бол, тоқал бол, оған қарамайды. Ол жаңағы адамдар ойлайтын сияқты, бәйбішенікі көлемді, мынандай әсем болады да, тоқалдікі топ-тоқал болып тұратын шығар деп. Ол мәселе ондай емес. Ол тоқалдар қай дәуірлерде де қиын болған. Ол баяғы кезде де жай адам тоқал болмайды. Ол дәуірлерде де тоқалдар
өзүндүк коомдук рөлү болгон, статусу болгон, ол ер адамдын алдында баары бирдей. Байбишең бол, токалың бол, ол оған тең карамаса, үйленбесе да, бирдей көңүл бөлмөсө. Оны сен токалсың деп оған шамалы бәйбішеге қарағанда басқашалау жасат деген сөз емес. Ол енді көп әдеби шығармаларда да байқаймыз ғой. Бұл жерде мәселе бәйбішенің балалары бірінші өсіп, біраз балаларына арқа сүйеп, одан біраз ерте келгеніне, сол ауылға сіңіскеніне арқа сүйеп, шамалы тоқалға тіс батыратыны болмаса, тоқалдың статусы кәдімгідей бәйбішеменен тең қатар. Тең қатар. Ондай оңай өзінің орнын бере қоймайды. Иә, сол кісілер, тоқал болған кісілер ғой. Оны ол жерде ол кісіні сен тоқал болғансың деп ешкімнің басқанын, мысалыға не қылғанын, бәсеңдеткенін көрмейміз. Көбінде негізінен статустары бірдей болған. Енді бұл жерде мынандай болуы мүмкін. Мысалға бәйбішесі егерде 50 жастарға жетіп қалған кез болса, ол жаңағы саржақ киеді ғой, енді өзінің баласы ержетіп, келіні қызылжақ киген болса, ол келінмен жарысып қызылжақ кимейді ғой. Ол саржақ киген мезгілі болып қалған болса, сол кезде отағасы төсек жаңғыртып тоқал алған болса, ол жас тоқал қызылжақ киіп жүреді сәндеп. Өйткені ол жаңағы жас қой. Солай айырма болуы мүмкін. Бірақ ол жаңағы күндігі біреуінікі дәу, біреуінікі кіші, ондай айырма болмайды. Тілек Сұлтанның сандығында қанша кимешек бар? Мен енді коллекциямда көне кимешектер 30-ға тарта көне кимешектер бар. Енді өзім тіккен кимешектер тіпті санамаппын, 100-ден артатын шығар. Енді мен тапсырыс береді, арнайы тапсырыспен тігіп берген кимешектер болды. Сосын өзіме арнайы коллекцияма арнап, бір көзімнің майын тауысып, жылдап кестелеген кимешектер болды менде. Өйткені кейбір кимешек жақтары қалпына келтіру қиын. Сондай күрделі кестелер салынғанда, жаңа бір түрін көрсеттім ғой сіздерге. Солар мысалға бір жыл уақыт алады. Кәдімгідей жақ кестесін қалпына келтіру, сосын күміс қалыптарды жасау, содан кейін бұрынғы қарал маржандар бүгінде оңай табыла бермейді. Соларды барлығын жинап, бір кимешекті қалпына келтіруге бір жыл уақыт кеткен кездер болды. Кимешек кию қазір сән бе? Кимешекке қызыққандар ма? Қазір көп. Қазір мысалға енді арнайы зерттеп, соны қалпына келтіріп тігіп жатқандар кісілерді мен көрмедім. Бірақ кимешекті киіп, насихаттап, көрсетіп жүрген аналарымыз өте көп. Қазір мысалға аудан, облыстан жаңағы ақ кимешек әжелер, сондай группалар, сондай наурыздарда, осындай іс-шараларда жасап жүргендер өте көп. Кимешек тігуді қолдап жүрген шенді бар ма? Мен енді дизайнер болғаннан кейін, киімдердің сондай формасын шығарғаннан кейін, оған адамдар қызыққан адамдар тапсырыс береді. Тапсырыс бергенде әрине мен тегін жасамаймын. Бұл енді бір шеті кәсіп. Енді бір шетінен мен жаңағындай тек қана бизнесті, ақшаны көздеген адаммын деп айтпаймын. Өйткені менде егерде біреу маған заманауи, современный тігіп бер десе, мен істемеймін. Ол қанша ақша маған ұсынып тұрса да, өйткені мен өзім бағытым, миссиям бар шебермін. Менің басты мақсатым жаңағы түп нұсқаны қалпына келтіріп, түп нұсқаны насихаттау. Сол үшін негізінен бұрынғы өзімнің негізгі нұсқасынан алыстамаймын жұмыс барысында. Сол бір шетінен насихаттау, бір шетінен жаңағы осыменен семьямды бағып, тірлігімді айналдырып отырмын. Әзірге менде ондай қолдау болған жоқ. Тек қана бір жолы бір жеке бай кісі, бір кәсіпкер кісі бір қолдау көрсетті. Енді ол кісі атын атап түсін түстемей қояйын, енді өзі де соны қалаған. Бірақ басқа былай үкімет жағынан, не жағынан енді әзірге ондай қолдау не болған жоқ. Үкіметтік орындардан ондай болған жоқ. Бірақ жеке кісілерден бір кісі болды. Егерде осы кітап шығарсаң, мен сені қолдаймын деген. Қазір енді жайлап бастадық. Жұмыстар енді кітап шығару үшін бірінші сапалы суреттен басталады бұл кітаптар. Енді менің коллекциямда бар кимешектердің біразының суретке түсірдік. Жақсылап сапалы суреттерге. Енді ары қарай бұл тағы зерттеу, зерделеу жұмыстары әлі көптеп жүргізу керек. Бұл бірден кітап шыға қалмайды. Қазақстанның әр облыстарын, аудандарын аралап, жалпы енді барлығына толықтай жету қиын енді. Бірақ дегенмен де қамтып қалуға біз тырысып жатырмыз. Соны мүмкін болса. Орталық музейдегі кимешектердің кемшілігі неде?
Орталық музейде жалпы кимешек қоры жақсы сақталған. Орталық музейде 12-ге жақын былтырлары киімнің киелісі кимешек деген бір көрме жасалды орталық музейде. Сол кезде бардық, көзімізбен көрдік. Ол жерде де енді мәселе олар күндігіменен, шылаушыменен, оралуымен, салтанатымен толық сақтап отырған жоқ. Тек кимешектің өзі сақтаулы, как экспонат ретінде. Тек соны шығарып көрсетті. Бір-екі мынандай күндіктерді енді ұқсатып ораған болды, бірақ бәрібір түпнұсқаға сәйкес келмейді. Мысалға қызай кимешектің үстіндегі шылаушын иығына жай шәл ретінде салып қойыпты да, оны көріп мен де сол музей қызметкерлеріне ескерткен, бұл басынан шылауыш болып тартылатын зат, сіздер неге соны иығына шәлі қылып салып қойдыңыздар. Енді өйткені ол жерде де оны арнайы зерттеген енді мамандардың жоқ екені сол кішкентай ғана нәрседен көрініп тұр да. Сақталып тұр, бірақ соны жаңағы қалай киілген, қалай үстінен шылауыш тартылған, күндігі қалай оралған мәлімет жоқ. Қазіргі қазақ әйелдеріне кимешек кигізу мүмкін бе? Иә, енді дұрыс айтасыз. Шындығында менің мақсатым оны жаппай халыққа киіндіріп жіберу емес. Бұл енді қазіргі өмірімізге де сәйкес келмейді. Қазір енді мысалға банк қызметкерлері болып жүрген әйелдер қазір қоғамның әр саласында қызмет етіп жатыр. Тіптен жай кәсіптерден бастап біздің жоғары үкіметтің басына дейін әйелдер қызмет етіп жүр. Енді олардың барлығына жаппай кимешек кигізіп, баяғы 18 ғасырдағыдай өмір сүр деп айта алмаймыз, ол мүмкін де емес. Менің мақсатым сақтап қалу. Осыны біздің ата-бабаларымыздың киген киім-кешектерін сақтап қалу. Кейбір мынандай отбасылық, мәдени іс-шараларымыз бар ғой біздің. Наурыз мерекелеріміз бар, отбасылық іс-шараларымыз бар. Қазірде де мысалға келін түсіп жатыр, қыз ұзатылып жатыр, өмір жалғасын тауып жатыр. Бесік той жасаймыз мысалға. Сол бесік той жасаған кезде не үшін енесі мысалға келініне салт ретінде, ырым ретінде кимешек кигізбеске, біздің осы рудың келіні болып келдің, айналайын, мінекей сен де ана атандың. Ана атанғаныңмен құттықтаймын деп тұрып, өз руының кимешегін кигізіп қойса, сол әйел сақтап қояды ғой сол кимешекті. Келесі буынға өткізеді ғой, салт ретінде мысалға. Мінекей әжеңмен осы сені босанған кезде мен ана атанғаныммен құттықтап, осы кимешекті кигізіп еді. Енді мен саған өткізіп отырмын деп келесі буынға, солай. Арасында наурыздар болады, іс-шаралар болады, мәдени іс-шаралар болады. Сол кезде неге біздің әйелдеріміз сәнін келтіріп, салтанатын келтіріп, соны киіп жүрмеске? Жалпы менің мақсатым солай. Енді біз тек қана біздің қазақтар ғана емес, бүкіл әлемдегі халықтар, біз енді мына көрмелермен, іс-шаралармен шетелдерге көп шығамыз. Барлығы қазір ұлттық киімдерінен өмірде киіп жүрген ешкім жоқ. Барлығы өзіне ыңғайлы, жеңіл, қазіргі мына киімдерге ауысқан. Онысы шындық, бірақ көп халықтар түпнұсқасында жақсы сақтап қалған. Музейлерінде, сосын жаңағындай фестивальдар, мәдени іс-шаралар болған кезде қалыбын бұзбай киіп шығады. Біз сондай кезде ақсап қаламыз да. Шамалы біз ақсап қаламыз. Біз тіпті мына көршілес басқа халықтармен салыстырғанда да біз көп алыстап қалдық өзіміздің түп негізгі этнографиямыздан. Мына кеңестік одақтар кезіндегі әншілердің, бишілердің киген киімдерін біз ұлттық киім ретінде қылып алып алдық өзімізге. Қарап тұрсаң, музейдегі киімдер, тарихи суреттегі киімдерменен мүлде сәйкес келмейді қазіргі біздің. Әйтеуір ептеп қошқар мүйіз жабыстырса, қазақша бола беретін заман болып қалды ғой. Соны енді бұрынғы киімдердің өзінің нұсқасымен, пішілуімен, сәнімен, ол кезде қазақтардың қолданған матасында да бір өзгеше бір назар аударғанда, өңі түсіне дейін соның барлығын қайтадан жаңғыртып, рухани жаңғырту дейді, қайтадан жаңғыртып алып келсек, менің жалпы миссиям осы еді. Айтпақшы, бұрынғы қазақ қыздары қалай киінген? Үкі тағу деген не? Не жердегі киім бұл енді қазақтың бір 5-6 жасар бүлдіршін қызының киімі, мінекей қос етек көйлек, сосын кестелі камзол, сосын мінекей үкілі тақия. Енді бұл жерде мен енді қос етек көйлекпенен камзол енді түсінікті. Жалпы мына тақиясына біраз көбірек басымдылық жасайын. Мінекей екі шекелігі құлағын жауып тұр, суықтан, неден мысалы. Осының сыртынан ішік кию мүмкін суық кездер болса. Сосын айналып арт жағын көрсете ғой. Не жерде мінекей артқы шашын көрсетпей, шаш жабары бар арт жағында. Желке жабар, шаш жабар деп жатады. Содан кейін мына неменесін, басында үкісін қараңыздар. Енді бұл жерде
қазір тағы бір қате түсінік қалыптасып жүр. Үкі жөнінде. Мысалға, үкіні қызға атастырып келгенде үкі тағады деген сөз бар ғой, үкі тағу деген салт бар, ол ауыспалы мағынада қолданылып жүрген сөз негізі. Қазір мысалға сырға салып келіпті дейді. Сосын ол деген сөз қызға сырға салынғанға дейін ол сырғасыз жүрді деген сөз емес қой. Тура солай, үкі де солай. Ол үкі тақты деген бұл ауыспалы мағынадағы сөз. Ал оған дейін жалпы қыз баласы өзі туылғанда бірінші бесікке салғанда бесігіне үкі тағады ғой. Мына үкінің қасиеті, үкі жылан менен, жаңағы шаян, сондай зиянкес жәндіктермен, тышқанмен сондай қоректенеді ғой. Сол зиянкес жәндіктер қорқады екен үкінің қауырсынында өзі бір иісі бөліп тұрады. Содан үкінің мына иісі шыққан жерге жоламайды екен олар. Сол үшін қазақтар, енді біз кигіз үйде тұрғаннан кейін жылан жыбыр бәрі де кіріп кетуі мүмкін ғой. Ана түс кигізге, шымылдықтың басына, адам жататын жеріне, тіптен ер адамның да тақиясына үкі таққан кездер көп кездеседі. Мәшһүр Жүсіп атамыз мысалға өмірі үкі тағып жүрген, өйткені тіл көзден сақтайды деп солай айтқан, сенген. Содан кейін мына қыз баласына әсіресе тіл көз көп болады деп осындай тақиясына үкі тағу ол жалпы атастырылсын, атастырылмасын бірдей дәстүр барлық жерде. Ол үкі тағу деген әшейін ол ауыспалы мағынада қолданылып жүрген сөз. Ол келіп үкі тағып келіпті деген сөз, ол келіп басына үкі тағып кетеді деген сөз емес. Ондай жаңсақ пікірден аулақ болуымыз керек. Мінекей осындай үкілі тақия, бұл өзі қазақ қызының сән салтанаты. Мынаны қозасы деп атайды. Мына түбінде үкіні, бұл күмістен жасалады. Мысалы, осы нәрсені де мен көне суреттерден көріп, қайтадан қалпына келтіріп осыны жасаттырдым да. Көп жағдайда осы қозаны жасата алмай, кейінгі жылдары мына үкіні бір жақ шетіне әйтеуір қоя салады тақияларға, сосын бүйтіп қисайып тік тұрмайды. Ал баяғы бір суреттерде көрсеңіз, үкілер тура қақиып тік тұрғанда, бұл қалай тұрады деп сөйтсем, күмістен кәдімгі осындай ол қоза деп аталады екен. Мына Әлкей Марғұлан энциклопедиясынан көрдім, осылай қойып, үкіні талдап, мына шиға осылай шоқтап, оны үкіні шоқтау дейді екен, шоқталған үкіні мына қозаға апарып орнатқан кезде, мына үкісі төбесінде жайқалып тік тұрады екен да. Енді ол тақияның әр түрі кездеседі. Енді көп жағдайда бұндай тақиялар көп кездесе бермейді. Мынандай шекелігімен, желке жабарымен толық болған. Бұл жаңа көбінде музейлерде, сосын этнографиялық көне кітаптарда болмаса көп кездесе бермейді. Бізге жалпы таралған түрі мынандай ештеңесі жоқ, жай дөңгелек тақия ғой. 5-6 жастан бастап қыз өзінің қыз екенін біле бастайды, топырақ шашып ойнамайды, таза киініп, таза жүреді, бойын түзейді ғой, бойын түзей бастайды. Одан кейін шашбау тағады. Ол деген сөз, ана 12 жастан бастап бой өсе бастайды ғой, қазірде ана артынан бүйтіп тартып тұрады, сонда ана бүйтіп қыз тік бойын тік ұстап жүреді. Бұрынғы апалардың анандай қақиып тік отыратыны сол жаңағы шашбаудың қасиеті ғой. Сосын шашбау таққаннан кейін шашбауыңды сыңғырлатып жай бастайды. Мысалы, қыздың шошаңдап жүгірсе, ана шашбау деген аңғыр-дүңғыр болады ғой. Мысалы, ана Абай атамыз кімге, Тоғжанға шашбауының сыңғырымен ғашық болады ғой. Сонда ана қыз сырттан киіз үйдің ішінде отырады, сырттан ана Тоғжан келе жатқанда шашбауы жай сыңғырлап келе жатыр дейді. Сонда Тоғжан ол қадамын санап басып жай жүріп келе жатыр деген сөз. Егер де шашбаумен жүгірсін, шашбау қайда, қыз қайда. Сол ол әрбір нәрсе қазақта барлығы тәрбие, тәлім, сода жатыр ғой.